2021 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі депутаттарының кезекті сайлауы өтеді. Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісі заң шығару билігінің жүзеге асыратын республиканың жоғары өкілді органы. Парламент мәжілісі 107 депутаттан тұрады. Мәжілістің 98 депутаты жалпыға бірдей тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы партиялық тізімдер бойынша сайланады. Мәжілістің 9 депутатын Қазақстан халқы ассамблеясы сайлайды. Қазақстан Республикасының 25 жасқа толған және Қазақстан аумағында соңғы 10 жылда тұрақты тұратын азаматы парламент мәжілісінің депутаты бола алады. Партиялық тізімдер бойынша сайланатын парламент мәжілісінің депутаттығына кандидаттар ұсыну құқығы белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партияларға, ал Қазақстан халқы ассамблеясы сайлайтын мәжіліс депутаттығына кандидаттарға қатысты ассамблея кеңесіне тиесілі. Мәжіліс депутаттығына сайлау үшін адамдарды партиялық тізімге енгізу саяси партияның жоғары органы мүшелері жалпы санының көпшілік дауысымен жүргізіледі. Партиялық тізімге әйелдер мен 29 жасқа толмаған адамдардың саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30%-ын құрауға тиіс.